Түстік фильм ұсынады. Көпен Әмірбек. Қазақ әдебиетін сатирасыз көзге елестету мүмкін емес. Өйткені әдебиетті сынмен түйреу арқылы оны алға сүйрейтінімізді әсте естен шығармағанымыз абзал. Бүгінгі жобамыздың кейіпкері қазақ сатирасының саңлағы, республикалық Ара Сықақ журналының бас редакторы, көптеген сатиралық кітаптың авторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Көпен Әмірбек. 1950 жылы Түркістан облысы Отырар ауданы Ешкі Қора ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Шығармашылық жолы 1975 жылдан бастау алған. Еңбек жолы қазақ әдебиеті Егемен Қазақстан газеттерінде сатира, фельетон бөлімінің меңгерушісі, білім және еңбек, Ара Шмел журналында жауапты хатшы, республикалық бас прокуратурасы мен жоғарғы сотта баспасөз хатшысы, Ара журналының бас редакторы, Қазақ радиосы директорының орынбасары, Қазақстан жазушылар одағы басқармасы сатира кеңесінің төраға қызметін атқарған. Совет заманында мынаған күлуге болмайды, мынаны айтуға болмайды деген цензура болды. Сықақшылар айтқысы келген тақырыптың бәрінің алдынан ор қазып, қақпан құрылып, шекара қойылды. Ал егемендік алған жылдар ішінде күлкіде өз тәуелсіздігін алды. Қалай күлсең де өзің білесің. Яғни шекара жоқ деген Көпен ағамыздың әр жылдары жарық көрген аты жоқ кітап алып, тілім қашып барады. Қысыр әңгіме, ауыз бастырық, мың бір мысал, неменеңе жетісіп күлесің. Өзіңді танисың ба? Сайдағы қойшыдан сарайдағы патшаға дейін атты әзіл сықақ пародия кітабы арқылы оқырмандарға кеңінен танымал болды. Сатирасыз қоғамда дамымайды. Себебі қоғам мен адамда сын сықақ пен әзіл әжуа арқылы келеке етіп, келемеждеп, түрткілеп отырмасаң еркінсіп есінеп, қалғып кетеді, немесе ауруы асқынып, ажалы ерте жетеді. Көпен Әмірбек әзілмен көрерменге ой салған тамаша ойын сауық отауының белсенді авторы. Өзі құрған Көпен келе жатыр әзіл сықақ пародия театры да көрермендердің көзайымына айналған. Президент гранты мен Парасат орденінің егері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Қазақ оттан да, шоқтан да, соттан да қорқпайтын халық. Бірақ елге күлкі болудан қатты қорқады. Оны өлімге теңейді. Қазақ сатирасының көрнекті өкілі Сейіт Кенжеахметовтың күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкі болу өлім дейтіні содан. Қазақ сатирасының тарихында аты алтын әріптермен жазылған Көпен Әмірбек 72 жасында өмірден озды. Өнегелі ғұмырын қазақтың дамуына арнаған Көпен ағамыздың есімі ел есінде мәңгі қалары анық.